Достар, баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін нағыз морковь по-корейски дайындаймыз, немесе оны морковча деп те айтады. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сәбіз салатын дайындау үшін бізге 1 килограмм сәбіз қажет, және де осындай үлкен көзді терка керек. Майда көзден өткізетін болсаңыздар, біздің сәбіздеріміз езіліп кетеді. Сол үшін үлкен көзді теркадан осылай ұзынша етіп өткізіп аламыз. Мінекей сәбізімізді өткізіп болдық. Енді үстіне тұз қосып, сәбізді маринаттаймыз. Барлығын жақсылап араластырып, 20 минутке қойып қоямыз. Сол кезде сәбіздің суы бөлінеді. Мінекей 20 минут өткен соң біздің сәбіздерімізден осындай су бөлінеді. Енді сәбізді бөлек құрғақ ыдысқа мыжбай саламыз. Үстіне 5-7 грамм 70% уксус саламыз. Содан соң қант саламыз, кориандр міндетті түрде салынуы қажет, қызыл ащы бұрыш, паприка және теркадан өткізілген сарымсақты салып, үстіне сұйық майды қатты қыздырып құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей араластырып болған соң, үстіне 1 шай қасық кунжут майын саламыз. Кунжут майын салмасаңыздар да болады, бірақ та салсаңыздар өте ерекше дәм береді. Міне біздің салатымыз дайын. Салатты 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар өте дәмді болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мөлдір, сау болыңыздар.